барлығымыздан үлкен анамыз өте мейірімді, жаны жомарт, қамқор адам, әрқашан жақсылық жасаудан шаршамаған жан. Біз сияқты кішкентай бүлдіршіндерді қатты жақсы көргендіктен оларға үнемі қайырымдылық жасайды. Біз анамызды туған күнімен құттықтаймыз. От всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Мы, как маленькие жемчужины самопознания, создаем свою жизнь, постигая любовь, покой, ненасилие, правильное поведение, стремясь к высотам знаний. Білім беру саласының құрметті қызметкері, әрі қоғам қайраткері, үлгілі жар, аяулы ана, бөбек қорының негізін қалаушы Сара Алпысқызы 80 жасқа толды. Сара Алпысқызы Назарбаева 1941 жылы 12 ақпанда Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Қызылжар ауылында дүниеге келген. Сарыарқа даласында туған Сара Алпысқызының балалық шағы да Сары даланың сауырында өткен. Сарамен бірге оқыдым, бір класстан 4 классқа дейін. Өте әдемі, әппақ. Ол уақытта дүние, кем дүние ғой. Шашында әппақ атластан істелген банчығы болатын. Шашы ұзын болатын. Әппақ болғанда әппақ болатын. Бізде ол тазалықшы болды. Ол уақытта да балалардың түріне қарайды ғой. Ширақ, сөзі өтімді бала болса дағы. Және қатты өзі балалардың арасында активистка болды. Сара Алпысқызының жастық шағы соғыстан кейінгі кезеңге тап болған. Қилы заман болса да, Алпыс әкесі баласын қиюын келтіріп, білімге де, өнерге де жақын етіп өсірген. Әсіресе ән дегенде ішкен асын жерге қоятын бала Сара жасынан ән шырқап, көптің көзайымына айналып үлгерген. Хорда бірге өлең айтып жүрдік. Мінезі жақсы, ашық қыз болатын. Нұрлы нұры даласы, міне бүгін қарашы, жасыландай жайнап өскен Теміртаудың қаласы. Осы екеуміз өлең айтып отырмыз. Сара Алпысқызы Қарағанды металлургия комбинатында, Қарағанды көмір өндіру бассейнде жұмыс істеген. 1994 жылдан 505 Қазақстанның балалар ауылы қорының, 1999 жылдан демография қайырымдылық қоры қамқоршылар кеңесінің төрайымы қызметін атқарған. 1992 жылы ана мен баланы қорғауға, жетім балаларды қамқорлыққа алып, олардың толыққанды білім алуына жәрдемдесетін бөбек қорының негізін салды. Осылайша жағдайы төмен отбасылардан шыққан немесе жетім балаларға жәрдемдесудің жаңа жүйесін қалыптастырды. Елде тұңғыш СОС Киндердорп балалар ауылының өмірге келуіне мұрындық болды. Мұнымен қатар елде бірінші болып жетім балаларды қорғайтын заң шығару туралы бастама көтерді. Для меня очень важно, что мне именно посчастливилось возглавлять организацию для детей, которые остались без поддержки взрослых людей, организацию, которая была создана при прямом участии Сары Алпысовны. Несколько раз мы встречали ее в семейных домах, и я для себя тогда обратил внимание, что очень милый, очень нежный человек, очень внимательный и к мамам, которые воспитывают детей, и к самим детям. Ее интересовало все. Как живут, как учатся, как развиваются. Для меня это важно потому, что это была особая поддержка для людей, которые непосредственно занимаются воспитанием детей и которые готовят этих детей к серьезной, самостоятельной взрослой жизни. Уважаемая Сара Алпысовна, от имени образования Карагандинской области поздравляем вас с юбилеем. Для многих женщин нашей страны вы всегда будете образцом женской мудрости, идеалом бескорыстного служения обществу. Желаем вам здоровья, сил, творчества во имя наших детей. Сара Алпысовна, когда они жили в Темиртау с Нурсултаном Высшим, они уже поженились. Она очень хорошо поет. Она поет очень хорошо. Она, когда начинает говорить, вот, Валерия Алексеевна, ну, спойте что-нибудь. Я говорю, Сара Алпысовна, я не могу петь. Танцевать, пожалуйста. А петь, говорю, нет. Ну, она смеется, там сидят. Это у нас, особенно когда был десятилетие было Бабеку.
Сара Алпысқызы өзіңді өзің тан атты балаларға рухани адамгершілік білім беру және тәрбие беру идеясының авторы болып табылады. Өскелең ұрпақтың рухани адамгершілігін дамыту, қоғам туралы және бақытты балалық шақ туралы тұжырымдама дайындаған. Жақсылық жанның емшісі демекші, игістің ертегеші болмайды. Саналы ғұмырды таза қамқорлыққа телу кез келген адамның қолынан келе бермейді. Ал қайырымдылықты өмірінің өзегі деп таныған Сара Алпысқызының Қазақстан қоғамының мызғымас бір бөлшегі десек қателеспейміз. Рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының мақсаты жүрегінен нұр шашатын мейірімді ұрпақ тәрбиелеу.